Сәлем достар, бүгін бізде бірінші шығарылым. Бұл жерде біз болашақтың салаларын айтатын боламыз. Еуропада, Америкада енді шыққан, енді стартаптар, миллиардный стоимость, яғни болашағы бар, істеуге болатын, дәл қазір Қазақстанда жоқ, СНГ-да жоқ. Дәл сол бизнестерді біз айтатын боламыз. Неге? Себебі мысалы айтатын болсақ, Россиядағы Оскар Хартман, немесе Яндекс Шеф, Яндекс Такси, оның бәрі Еуропадан ұрланған нәрселер. Уже бар идеялар, олар копировать етіп, өздерінің СНГ-да шығарып отыр. Мысалы, Яндекс Такси бізде бар. Бүкіл мысалы біздің рынокты жаулап отыр былайша қарағанда. Енді неге біз олардың Россияны шығарған істеп жатық та, мысалы, солардың бізге дайындап берген ғана істеп. Неге біз өзіміз солардың көшіріп істемеске, мысалы, Қазақстанда мысалы 16 миллион адам тұрады, соның өзіміздің нарықты өзіміз жауламасқа. Неге біреудің кіргізіп, солар бизнес, солар жасасын. Біз өзіміз жасайық. Сол мақсатта бүгін біз бірінші блогымды бастадым, бірінші видео. Жалпы Шәкәрім атамыз жақсы сөзі бар, адамдық борышың халқыңа еңбек қыл деген. Сол себепті мен қолымнан келгенше сіздерге бір еңбек жасайын деген мақсатта Еуропада хит болған енді шыққан стартаперлер, солар миллиардный стоимостьта, Қазақстанда жоқ, не только Қазақстанда, Россияда жоқ, СНГ-да жоқ. Сол компанияларды сіздерге айтайын деп отырмын, соларды сіздермен таныстырайын деп отырмын. Сіздер де осы бизнесті өздеріңіз дәл қазір Қазақстанда ашып бастап кетуге болатын бір идеялар, яғни солар таныс болыңыз. Сонымен бастайық. Бүгін бізде бірінші бизнес, ол Дегрид, бірінші сала. Дегрид қандай компания? Ол Дегрид компаниясы өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл болашақтың салалары, мысалы SMM деген сияқтыларға, мысалы ешкім саған документ бермейді, ешкім саған диплом бермейді. Сол мақсатта істелінген платформа былайша айтқанда. Бұл жерде бүкіл знания, бүкіл білімдер, барлық уроктардың барлығы осы порталдың ішінде бар. И адамдар өзінің сол салаға лайық екен дәлелдейтін еді, рейтингтер тұрады. Мысалы, қайерде қанша очко жинаған, қанша кітап оқыған, соның барлығын адамдар көреді. Бұл кісіге Дегрид компаниясы өзінің сертификаттарын береді. Көріп тұрғаныңыз мынау сияқты. Міне реально болашақ қайға кетіп отқанын көріп отырсыз. Book tour speak for the quarter ever. Өте керемет компания, істесе new teams, new products, doing and making way more cool boxes of chocolates we sent to everyone. To that, we read books, complete courses, shared content. But 2018 wasn't just about the big stuff. Sure, we fashion. Жалпы болашақтың саласы, яғни біздегі SMM деген сияқты нәрселер мамандықта бар ғой, жаңа шығып жатқан видео, сол сияқты нәрселерге бұлар сертификат береді, яғни реально жұмысқа алса болады, осындай маман иесі деген әсес бойынша. Енді бұның инвестициясын қараңыздар, 78 миллион инвестиция тартқан өте үлкен компания. 2012 жылы, бір қызы қараңыз, 2012 жылы басталған компания, бірақ енді 2019 жылы өзінің шарықтау шегіне, яғни хит болған кезіне келді. Дәл осыншы жылдан кейін реально жиналып мықты қазір біздің кезде істеуге болатындығын көрініп тұр. Яғни бұнда біз істесек болады. Бұл бір. Енді екінші саламыз, брендлес. Яғни бұл бренд жоқ деген сөз. Қазір өздеріңіз білесіздер, көбісі брендовый заттар сатып алғысы келеді. Мысалы, Gucci-ден сатып алғысы келеді, тағы Louis Vuitton-дан сатып алғысы келеді. Неге? Себебі олар дороговат, қымбат көрінеді, өзін дорогой сезінесің. Бірақ оған көпшілік адам қол жете бермейді. Сол нәрсенің проблеманы шешу мақсатында осы брендлес деген. Ешқандай продуктінде брендтің аты жоқ. Тек қана характеристикасы не істейді, не қылады. Все, басқа ештеңке емес. Яғни бұлардың концепциясы 300-ақ товар ассортименті бар, стоимость 1 миллиардқа жеткен компания. Міне көрсеңіздер, міне 292 миллион инвестиция жасаған, жалпы инвестиция. Стоимості 1 миллиардқа жеткен компания. Инвестиция 292 миллион болған. Бірақ қазір стоимості осы компанияның 1 миллиард тұрады. Мерде ассортименттен көрсеңіз, ешқандай брендтің аты жазылған жоқ, тек қана не товар соның аты, и все сатылады.
бұл саланы да бізге істесеңіз болады. Ешқандай бұл жерде қаяқтыңқы качественно ма, некачественно. Бұл жерде качество бақылайтын кім? Компанияның өзі, яғни портал. Вот реально осы салада үлкен компания, арған өзі ойлаймын 300-ақ ассортиментпен ең үлкен компанияға жеткен. Вот мына жерде көрсетеді, көріңіздер, мысалы мына жерде бағана тауарлардың аз ғана түрі бар, көбінше үй шаруасына арналған тауарлар неғылады. Вот осы. Келесі бізде мына Stitch Fix компаниясы. Бұл Stitch Fix компаниясы бұл өздерінің берді киім саласында. Барлықтарымыз біледі, бір магазинге баратын болсақ, бутиктерге баратын болсақ, кем дегенде 2 сағат уақытымыз кетеді киім аралап өзімізге. Мынау подходит, мынау не подходит. В общем, бүйтіп саламыз, зерттейміз, мынау дұрыс па, дұрыс емес па деген сияқты. Бұл адамдардың уақыт, қазір көздеріңіз көресіз, уақыт жоқ. Не істеп аласың, уақыт жоқ қазір. Бір жаққа барып келейікші, жоқ, уақыт жоқ, мен жұмыстарым бар деген сияқты. Вот сол жұмыстың өзінен Тұрсынбек айтып тұрады, жұмыстың өзінен жұмысым бар деп сұранып кететін халықпыз, уақыт жоқ деп. Вот мына Stitch Fix компаниясы, бұлар концепциясы былай, бұл кісілер сенен дизайнер барып сен өлшеп кетеді, бүкіл неңді, қолыңды, бойыңды, мойның жуандығы, бөксең жуандығы деген сияқты сөздің бәрін өлшеп кетеді, размерін бәрін алып кетеді. Одан кейін анау не жіберіп отырады саған? Дизайндағы. Вот саған подходит ететін мына саған әдемі тұратын киімдер міне деп саған жібереді. Профессиональный стилисттен алады, киімдерді көреді. Вот өзің қарап отырасың да, ұнаса, давай деп заказ бересің, ала саласың. Вот сен күнделікті 2 сағат, 3 сағат өтіп шоурумға кететін уақытыңды олар сен үнемдеп жатыр. Өте үлкен компания. Вот мына жерде мысалы инвестициясын көрсеңіз болады. 122 миллион инвестиция тартқан Сбанк деген компания 2011 жылы основать еткен компания. Вот реально істесе болатын сала Қазақстанда жоқ, СНГ-да жоқ. Реально бізде істесеңіздер, істесек болады осы саланы. Өздеріңіз көретін шығарсыздар. Каттон бар, Вайкики бар, тағы компания. Ешқандай көпшілік халық баратын, основной баратын, де-факто деймін тағы ісік. Вот реально вот сол компаниялардың мысалы осылай істейтін болса реально істеуге болатыны көріңіздер мына ассортименттерді. Вот бізде істеуге болады. It's great that I can make sure that it fits within my budget. You're able to set the prices, so you're going to get clothes that fit your needs specifically. Keep what you like, send back the rest. Sign up at StitchFix.com. И то көбісінде вкус жоқ, мойындау керек. Көбісінде вкус жоқ. Дұрыс па, бізге дұрыс келе ма деген сияқты ше. Вот сол проблеманы шешіп отыр бұлар. Бана специально сіздер дизайнерден аласыздар кеңес. Вот сол дизайнер сіздерге негізі алып береді. Бізде келесі компания Хуя компаниясы. Енді мынау компанияны қарасаңыз, мысалы әше мына берді идея ғой. Прямой эфирлер жалпы мақсаты бұл берді. Прямой эфирлер өтеді. Прямой эфирлер, мысалы, Хуя компаниясын қарасаңыз, 2016 жылы енді шыққан 763 миллион инвестиция жасаған сразу. Не үшін бір компаниялар болады, идея жақсы болған кезде сразу инвесторлар бірден ешқандай конкурентке жол бермейтіндей үлкен инвестиция жасайды да, конкуренттерден бірден көтеріліп кетеді. Себебі қалай, ақша көп, кімде ресурс көп, сол постоянно жеңуге мүмкіншілігі көп болады әрине. Вот сол өзінің конкуренттен ығыстырады мақсатты 863 бұрынғыдай 1 миллион деген сияқты инвестиция емес, бірден 842 миллион инвестиция тартады. Так, интернет зависло, да. Вот сол мақсатты 863 миллион инвестиция тартқан. Вот осы компания жалпы прямой эфирлер, мысалы, игровой индустрияға байланысты геймерлер отырады, көбінше берді, концерттер болады. Вот солардың мысалы прямой эфир өткізеді осылай, мысалы көбінше берді ойындардың несі көп болады. Дота дейді, тағы қайсы бар ойындар. Вот основной концепциясы сондай концерттер өткізеді. Көрсең, контртеррорист адамдар осыған кетіп жатыр. Енді не істейміз енді, ғалам осындай болып жатыр. Бұдан адамдар ақша тауып жатыр. Қытайдың компаниясы өте болашағы бар, стоимость миллиардтан көп. Көргеніңізде мысалы, қыздарды тема көбінше игровой жақ, прям эфир қыздар.
В общем, адам тартатын қазір көбінше прямой эфир, яғни шынайылықты адам көргісі келеді. Вот осы сала. Бізде істесе болады, қазір бізде де геймерлер көп шығып жатыр. Бірақ енді ойында да жақсы жағынан пайдалану керек енді. Адам өміріне керек жағынан. Бізде келесі компания Redfin компаниясы бұл риэлторларды жолын апсайды, яғни риэлторлар керек емес қылады, жалпы солай айтқан. Бұлардың өзі Redfin компаниясы 2004 жылы основать еткен, бұл компанияны қателеспесем. Бұл жерде үй сатады, үй сатып алады. Бұл жерде агенттері, өзінің специальный агенттері бар, мына көріңіздер 1%. Комиссиясы 1%. Ешқандай риэлторларға бөліп, в общем, риэлторлар бізде көп аламыз, сондай нәрсесі бар, әр услуганың өзінің несі бар. Бұл жерде бәрі сенімді. Мысалы, көрсеңіз не айтып отыр. Стоимость 1 миллиардтан асатын компания. Өте пайдалы сервис. Мысалы, бізге Қазақстанға да, мысалы, бізде қазір крыша бар ғой, бірақ бұл жерде крышада отырған адамдардың өзі білетіндей. Көбісі риэлторлар отыр, номерлермен риэлторлар алған, солай. Бұл жерде риэлторларда орын алып тастайды. Бұл жерде өздерінің агенттері өмір сүреді. Мысалы, қараңыздар, 209 миллион инвестиция жасаған. Өте үлкен компания. Мысалы, 2004 жылы основать еткен. Осы компанияда істесе болады біздің қасы. Бір основной неміз бізде уже конкурент бар, крыша бар конкурент. Бірақ енді өрді де көбісі риэлтор болған соң көп халыққа жақпайды ол нәрсе. Вот сол нәрсені біз бөлдік, қоғамның бөлдік. Сол нәрсені алып тастап, только риэлтор емес, только покупатель мен, только бағана сатып алушы мен сатушының қосу керек болды. Тек қана ортасында қосып беретін сіз сервис болуыңыз керек. Бағана ортасында риэлтор жүретін болса, ол реально проблема. Соның несін алып тастаған компания, қазір стоимость 1 миллиард болады. Германияда основать еткен бұл компанияны. Осы компания, реальный компания. Істесеңіздер болады. Ал енді бізде енді супер идея деп айтайық, мына Infarm компаниясы. Infarm компаниясы, яғни өздеріңіз білетіндей, бұл өртте тауар, яғни фрукты, тамақ жағы. Өздеріңіз білесіздер, ең үлкен, ешқашан өлмейтін сала бұл тамақ саласы. Берді фрукты, тамақ, тағы нерді, жеміс-жидек, нерді, өсімдіктер, қателеспесем көп нәрсе үй жағдайында бағанақ нелерге қолданады. Вот нерді мысалы видеосын көрсек болады. Германияның компаниясы өте покупатель, бұл өте ыңғайлы, бір жағынан өсіп жатыр тауаршы. Нерді әкеп қояды. Адамға қазір товар ол қалай ол? Мысалы фрукты, мысалы азық-түлік саласында бұл шын өсіп жатыр ма? Біз бәріміз сұрақ, шынайы ма? Дәрі себілмеген ба деген сияқты. Ал осы компания, Infarm компания сол проблеманы шешіп жатыр. Бұл жерде қараңыздар, бұл ана несінде, қарап отырсаңыздар, мына станогында реально сол жерде бағана нәрсе жемістер сатып қойған гидропоника деп аталады, бағана сала несі өсіру жолы. Яғни беймарал, без проблем бағана затты сөзде бір офистің өзінде өсіре беруге болады. Яғни бұл жерде ешқандай бағанағыдай зиян заттар болмайды. Өзің кәмілсіне себебі оны өзің өсіріп жатсың. Осы компания өте перспективный компания. Яғни қараңыздар, видеосын көрсетіп технологтар жұмыс істейді. Осы сала, болашақтың саласы, бұны уже бізде де бастады. Арман Тосқанбай қателеспесем, аэропоникада, гидропоникада бастады. Вот реально сала. Қазақстан, Арман Тосқанбай молодец, болашақтың саласын бастап істеп жатқан. Бірақ біз әлі дамыған жоқ, анау айтты. Глобал үшін несін айтып отыр, проблема. Ал мына жерде өздеріңіз көресіздер. Теплица сияқты, бірақ табиғи жолмен өндіретін сала. Мына инвестицияңыз көрсеңіздер болады, 34 миллион инвестиция жасалған, 2012 жылы основать еткен. Бірақ ең үлкен компания, перспективный болып отқан сала. Қазір көп деген осы фуд саласында, тамақ саласында көптеген стартаптар шығып жатыр, бірақ көпшілігі дұрыс бизнес модель таба алмай жатыр. Бірақ именно осы компания ең үлкен нәтижеге жетіп отыр. Бұл компания, Infarm компаниясы, германский компания. Реально стартап. Өзің өсіресің, қарап отқаныңызда
көріп отырсыздар, өзі өсіп жатыр өсімдік деп ана видеода қарадыңыздар. Вот осы нәрсе мысалы осы 6 сала бүгінгі келесі шығарылымда тағы да осындай өте қызықты салаларды айтатын боламыз. Яғни бізде бұл жерде түйетін нәрсеміз не? Бағана көресіздер, Digrit компаниясы көргеніңізде бұл бағанағыдай сертификат береді, оқыдың оқымадың. Бұл жерде ешкім бағанағыдай тек қана уроктар бар, обучающий. Digrit компаниясының емес, басқа да нелер кісілердің өзінің уроктары барлық жер бір жерге жинастырған. Яғни университет деген тема болмауы мүмкін болашақта. Redfin компаниясы, Realtor деген нәрсе болмауы мүмкін болашақта. Brandless компаниясы. Бренд дегенде бренд емес товарлар сатып қылғыңыз келсе, осылай бизнес модель осындай болу керек. Түсініңіздер ғой? Одан кейін инфарм компания, егер товар осылай фуд саласымен, азық-түлік саласымен айналысатын болсаң, дәл осындай концепциямен, яғни Арман Досқанбаев сияқты гидропоника, аэропоника саласы бойынша жұмыс істегендеріңізді ұсынатын едім. Егер киім саласымен айналысатын болсаңыз, дәл осылай Stitch Fix компаниясы сияқты дизайнерлер арқылы неғылып, өлшеп неғылып келіп үйіне жіберіп отырсаңыздар, ұнаса алады, ұнамаса қоя салады. Себебі бағанағыда бізде мысалы мынандай отыр, ұнаса аласың, ұнамаса қоясың деп. Барады да мысалы киім көріп дөу болып қалуы мүмкін, кішкентай болып қалуы мүмкін, сол проблема. Мына компания сол проблеманы шешіп жатыр. Барасың, дизайнер бірінші барады, дене бәрін өлшеп алады да, киім жіберіп отырады, фук өткізіп. Жалпы осымен достар бүгінгі бітті осы 6 сала, болашақтың саласы. Келесі шығарылымда бұдан да қызықты болады деген неге уәде беремін сіздерге. Күтіңіздер келесі шығарылымда, сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Менің егер істеп жатқан жұмысым егер сіздерге шынымен пайдалы болса, онда мен өз мақсатыма жеттім. Рахмет сіздерге, қош сау болыңыздар.